Мектеп түлегі қарапайым ғана жусаннан әтір жасады. Номер 78-ші мектеп гимназиясының түлегі Элла Бекова мен ғылыми жетекшісінің бірлесе жасаған тәжірибесі өз нәтижесін берді. Жас ғалыммен тілдесіп, табиғи жолмен алынған әтірді көрген әріптесім Ботагөз Сахитжанова айтып береді. Элла Бекова дәрілік өсімдіктердің пайдасы мен құрамын терең зерттеп жүрген жас ғалым. Оның айтуынша, зерттеу тәжірибесі 2022 жылы басталған. Ұзаққа созылған тәжірибе 3-ші жылы өз нәтижесін берген. Әтірдің басты ерекшелігі негізгі қоспасы табиғи өзіміз білетін дала жусаны. Зерттеу объектісі ретінде жусандалған болатынбыз. Жалпы бұл экспериментті жасау барысында біз әртүрлі өсімдіктерден әртүрлі эксперименттер жасадық. Дегенмен біздің эксперименттеріміз сәтсіз аяқталды. Содан кейін жусанға тоқталдық. Жусанның ішінде артемизия овсиниум өсімдігін алған болатынбыз. Себебі біріншіден жусанның емдік қасиетіне де байланысты, екіншіден біздің батыстың символы ретінде болғандықтан, бізге өте қолайлы болғандықтан осы өсімдікті алуды жөн көрдік. Зерттеудің алғашқы сатысында жусаннан гербарий жинақталып, гүлдері мен жапырақтары шыны ыдыстарға салынған. Нәтижесінде жусаннан эфир майы алынған. Бұл майды әртүрлі бағытта қолдануға болады. Ел ішінде кеңінен таралғаны ароматерапия. Әтір құрамында жусаннан бөлек кептірілген гүлдер бар. Иіссуды жасаудағы басты мақсат шетелдік өнімдерді ығыстырып, отандық бренд қалыптастыру. Әтірдің иісін біз де байқап көрдік. Шынымен туған өлкенің жусаны мен гүлдерінің иісі бөлек. Парфюмдік иісті қалай алды десеңіздер, 5 мл эфир майына 2,5 мл этил спиртін құйдық. Одан кейін әртүрлі өсімдіктерден эксперименттер жасадық. Дегенмен соңында қалампыр мен раушан гүлін кептірілген гүлдерін алып, соны қосып, аузын бекітіп, қойып қойған болатынбыз. Нәтижесінде осындай парфюмдік иіс сүзіліп алынды. Жалпы бұл парфюмдік иісті ойлап табуымыздың себебі, парфюмдік иіс нақтылай кеткенде Қазақстандан шығатын әртүрлі әтірлер өте аз. Біздің қазақстандық бренд ретінде ойлап тапқымыз келгендіктен, осындай парфюмдік иіске тоқталдық. Әйел адамдарға, ерлерге арналған әртүрлі иістерді ойлап табуымыз деген ойдамыз. Қазіргі біздің қолымыздағы ерлерге арналған иіс. Зерттеу барысында біршама қиындықтар кездескен. Тәжірибені жетілдіру мақсатында ұстазы мен оқушысы жоғары оқу орындарының ақыл кеңесіне жүгінген. Әтір көлемі 2 мл. Бұл бір түп жусаннан алынған нәтиже. Сәтсіздіктер болды, себебі гербарий жинаудың өзі бірнеше сатыдан тұрады. Оны гербарийдің вегетативті мүшелері әбден толыққанды өскеннен кейін барып гербарийді алу, оны кептіру, оны анықтау әдебиеттермен, кітапханалар аралау деген сияқты осы әдебиеттермен жұмыс болды. Бірінші содан кейін барып осы өсімдіктерді алынған эфир майына қосу арқылы одан иіс шыға ма шықпай ма осындай сәтсіз тұстар болды. Соңғы тәжірибемізде қалампыр мен райхан гүлінің жемісін қосу арқылы, кептірілген жапырағын гүлін қосу арқылы осындай иістерге қол жеткіздік. Зертханалық жұмыстарымызда біз Жұбановтың оқытушы ғалымдар құрамымен біріге отырып ақылдастым. Барып ақылдастық, қандай әдебиеттер пайдалануға болады, қандай өсімдіктер тізімін ұсынасыздар, осындай кеңестер өткізілді. Айта кеткен жөн, ғылыми зерттеу өз кезегінде лайықты бағасын алды. Жас түлек Қырғызстан Республикасында өткен халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияда бас жүлдеге қол жеткізіп, сондағы университеттің білім грантына ие болды. Ботагөз Сахитжанова, Досжан Жасұланов, Ақтөбе телеарнасы.